Rahmet, birlikte hürmetli olan tutarlarımız bardırlarımızda dastırgan başına жағдамыз. Микрофон сәл жіберсеңіз. Қазақта жақсы сөз бар. Бата менен ел көгерер, жаңбыр менен жер көгерер деген қазақтың ұрпағымыз. Менен деше болса төрде отырған ағаларымызда Elhamdülillah amin деп, ilahi amin деп bir батасын алып, осы қуанышымыз бастайық. Үлкеніміз қайги, ағаларымыз. Elhamdülillah amin көңі. Құрметті ағайын, қол жайып, нөбетті батаға бұра рұқсат болды, назарды бұрсаңыздар, көке бүгінгі қуаныш құтты болсын. Бисмиллахиррахманиррахим. Иә, Аллам қолдасын, мына бүгінгі тұрған күн, туған күнге ұласа берсін. Бүгінгі қызымыздың Сәуле қарындасының туған күнде үлкен тойға ұласын. Алла денсаулық берсін.
мынау істеп отырған жұмысында абырой берсін, коллективіне әрқашанда зор табыс берсін, ынтымақ береке берсін. Барлықтарыңызға осындай той жұмысты болып, сіздер де осындай зейнеткерге шығып, балаларыңыздың рахатын, немере шөберелердің қызын көре беріңіздер, той деп қоса берсін. Рахмет мінекей. Ағайын енді құрметті ұстаздарымыз, аналарымыз, барлығыңыз шайға дәмге қараңыздар. Астан алып ішіп жеп отырыңыздар. Қазір мерекелік кешімізді бірер минуттан кейін бастаймыз. Сондықтан да сіздер енді дәмге қарап, асқа қарап, алып ішіп жеп отырсаңыздар болады. Қазір бірер минуттан кейін осы дүбірлі қуанышымызды бастайтын боламыз. Оған дейін музыкалық марапатты беріп қойсаңыздар болады. Құрметті ұстаздар, енді барлығыңыз жайғасыңыздар. Қазір енді біз мерекелік кешімізді бастамас бұрын жақсы тамаша әнменен осы қуанышымызды бастайтын боламыз. Ортада өздеріңіздің ұл-қыздарыңыз Асу Белес тобының тамаша әніменен осы қуанышымызды ашықтап жариялап алып, әрмен қарай жүрек жарды лебіздерімізді білдіретін боламыз. Ал ендеше ортада мінекей Асу Белес тобы қарсы алыңыздар, ауыздарыңыз дәмде, құлақтарыңыз әнде болсын. Ортада Асу Белес тобы қарсы алыңыздар. Армысыр ағайын тойға болсын, той-тойға болсын, құлақтарыңыз әнде, ауыздарыңыз дәмде болсын. Той құтты болсын! Sen
айналайын қарағым қай жақсың айқын саған берген көзіңді жақсы қарадым саған берсең көзіңді жақсы айқын бәрі жақсы көрінген алғашқыда қарадым жүріп шықтым тезге шықтым тезге осы тұрған отырып бір көрген емеске алмадым мен болғанға әркім көңіл жоғарай асамаймын неге керек ден сау болса болғанға Ardı yenildim bir gün şaha Şakasında jaykalgan jabırağım Ölüm ay şimdi şarsanı söyleyeyim Ben seni oynar Ölüm ay şimdi şarsanı söyleyeyim Ben seni oynar Рахмет, мінекей келдіңіздер, тағы да келген қадамдарыңызда гүл бітсін. Енді құрметті қарымдар мен мырзалар, мен өзімді ойлап едім ағайын. Мен шыққан кезде ешкім шапалақ ұрмайды ау деп ойлап едім ағайын. Алдарыңызға шыққаннан кейін бүгінгі қуанышы келсе, бүгінгі тойы келсе, бүгінгі мінекей бейнеттің зейнетін Құдай қаласа көрейін деп жатқан аяулы анамыз бенен ардақты әкеміз, Естайдай ағамыз бенен Зәуледей анамыздың бүгінгі қуаныштары құтта, ырыста, жұғысты болсын деп, және де Сәуле анамыздың мінекей зейнетке шығу жасы құтты болсын дегендеріңіз бір қошемет білдіріп тұрыңыздар, құрметті қарттар. Ағалар мінекей армысыздар, бармысыздар ағайын, көңіліңді қалай шіркін табайын, нұрын төккен шаттығымен арайын, қуанышқа толы болсын сарайың. Бір кісілік тағым бар, мың кісілік бағым бар, жұмыр жанды жігітем, мені қарсы алыңдар, мен шыққанда ағайын, қошеметті қағыңдар, қош келдіңіз құрметті мырзалар мен ханымдар деп қояшын ағайын. Әрине осы орайда бүгін мінекей Түлкібас ауданы балықшы елді мекені, оның ішіндегі осы Сыйқым елі, Қожанқұловтар әулетіндегі елі бүтін ақтаған, намысын аңға сатпаған, бір күн қонақ күтпесе жастығында жатпаған. Елдің ағасы, елдің жағасы, елдің данасы, елдің панасы болып жүрген Естайдай ағамыз бенен Баян сұлудың көзіндей, қыз жібектің сөзіндей, еліктің лағындай, арудың асындай болған, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес. Далаға дейтін болсақ, талай шәкірттің қанатын қатайтып, өзінің ұясына қондырып жүрген
біздің сәуледей анамыз бенен Ескайдай ағамызға мың алғыс деп, және де сәуледей анамыздың бүгінгі зейнетке шығу жасы тағы да құтты болсын деп, және бір шапалақ қойыңыздар айдайке. Енді құрметті қарындар мен мырзалар, біз енді көпке созбай, әдептен озбай, мойнымызды бұрып, шапалақты ұрып, жарияға жар салайық, ортамызға Естай ағамызды, Сәуле анамызды, ол қыздары менен қазылайық ағайынеке. Сәуле Естай көкем байқта. Естай көкем үшірді ме, әлде басқа көкем? Ақотаға? Рахмет. Сіз әкті білес оны? Жеңгесі? Рахмет. Мен басқа бір тойына кетіп қалдым деп ойлап. Ал, кәнеки, Сәуле апай келсеңізші. Сәуле апай, уайымдамаңыз. Бүгінгі той өз-өзін жабады, уайымдамаңыз. Есік жақта келіңіздер, кәнеки. Ал, ол қыздарыңызбен бірге тұрыңыздар. Құрметті ағайын, ал қошеметтің аясында Сәуле анамызды ол қыздары менен ортамызға шақыртуға рұқсат етіңіздер. Маэстро музыка. Қошемет қайда? Біреулер сыр айтады, Сәуле апай. ауылға сенбек сейде, көзімді шын айтады. Біреулер жақсылық жасап сол жайды кім айтады. Рахмет музыка. Ой, фырмай ағайым, мынандай шапалаққа мен де шыққан болмай, мен де шапалақым ау. Сәуле анамыз берді бәріші. Сұлума ағайын Сәуле анамыз, міне. Рахмет, көркіңізге қарап тұрсақ айтан аппақ, сіздей қызды жігіттер қайдан таппақ. Көркіңізге қарай берем көзім талмай, мұз үстінде жүрген деймін, тайғырақтап дейтін болсақ. Аяулы ана, ардақты ана, Сәуле анамыздың жасы 100-ге жетсін дегендеріңізде. Рахмет, 120-ға келсін дегендеріңіз, қошеметтеріңіз қайда? 150! 200! Рахмет, Сәуле апай 300-де жүрейін ба? 300-де жүрейін ба? 300-де. Мінекей қарағат. Ал, міне, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды, музыка керек емес. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, әкесі бар адамдар таңға дейін карта ойнайды дейді. Ендеше осы орайда біздің аяулы анамыздың жолын беріп Құдай қаласа. Міне, ол қыздары осы ортамызда тұр. Ендеше осы орайда ең әуелгі ақ тілек осы ол қыздарынан бір ауыз аналарына деген жылы лебізін тыңдайық. Ең әуелі Досбол мырза, иә? Досболдай ұлдарыңызға да, міне, құрметті қарындар мен мырзалар, Досбол ұлдарыңыз, өздеріңіздің шәкірттеріңіз, мінекей, Досбол ұлдарыңыз танисыздар ма ағайын? Міне, жігіттің сұлтаны Досбол ұлдарыңыз, жігіттің тұлпары, жігіттің арланы, жігіттің тарланы, балықшыдағы қыздарының арланы жүрген. Рахмет, міне сондай керемет жігіт. Міне, бүгінгі қуанышымызды алдарыңызға шығарып, бұлбұл құстай сайратып қойған осы Досболдай ұлдарыңызға тағы бір қошеметтеп қойыңыздар. Міне, бұл кісі керемет жігіт. Ал Досбол аяулы анамыздың бүгінгі туған күні құтты болсын деп, бір ауыз тілек сізден болса, иә? Той құтты болсын. Мынау анажым, мен өзім андай неде жүрдім, ыңғайсыз ба қалай өзі. Бұндай, я толықтырым, оның үстіне анажым, зейнетке шығарыңызға ұстаймын. Үчетіне қимаймын да әлі жас сияқтысы, бұрын біз мектепте кішкентай кезде мен 1-ші класс, 2-ші класс бастауыш кездерде сол пенсияға шығып жатқан апайлар көретін едік, ол кезде үлкен сияқты көрінеді сізге. Қазір мамама қарасам қимаймын мұндайға. Пенсия сол 100 жасаңыз Құдай қаласа тек енді жақсылықтарды көріңіз, біздің қызығушылығымызды көре беріңіз, немелердің қызығушылығын көре беріңіз.
жаңа жақсы тілектер айтылды. Сол. Рахмет, мінекей, дос болдарыңыз, байқатсыздар ма? Дос болдың көңілі босаттыр, байқасаңыздар, иә? Анасын мінекей құттықтап жатыр. Құрметті ағайын, тұрып өткені тура біздің осы Сәуле сияқты бір анамыз осындай зейнеткерлікке шығып жатқан кезде баласы тілек айтып атып, тура сіз сияқты бір баласы тілек айтып атып, тойдың басында бір жылап баласы, музыка керек емес болды. Тойдың басында бір жылап баласы, тойдың ортасында бір жылап, тойдың соңында баласы жылап, үйіне барып бір ұшқа барып ұйықтап қапты. Үйінде 90-да құлақ болған апасы болса керек. Бұл балам таңертеңнен бері неменеге жылап жүр десем, ұйқы сұрап жылап жүр екен ғой деп ішті көрді. Құдай паш дос болып қайта көзіне жас алғанына байланысты ұйқысы келіп жатыр ма деп ойлап жатқанмын ғой. Дос бол, әрине бұның бәрі қуаныштың көз жасы. Біз енді әрмен қарай біздің Дәурен мырза, иә? Дәурен ба, Дәурен мырза, келіңіз, ортаға шақырайық. Ассалаумағалейкум деп қолыңызды алып, міне сұңқар құстай биікке өрлегендей, адамзатты жақсылыққа бөлегендей, Дәурендей ұлдарыңыздың келбетіне қарап тұрсам, жігіттің сұлтаны ғой, төлегілдей деп қояйықшы. Ендеше Дәурен мырза, аяулы анаңыздың бүгінгі зейнетке шығу жасы құтты болсын, қош келдіңіз кәнекей. Рахмет Тамара мырза. Аяулы анашым, мына бүгінгі зейнет жасыңыз құтты болсын. Сізге әлемнің барлық жақсылығын тілеймін. Мына өнер жолы ауыр жол дейді. Ұстаздық еткен жалпас. Сонша жыл мектепте жұмыс істедіңіз. Үйге барсақ та мектептің әңгімесін естіп отырамыз. Енді Құдай қаласа бұдан кейін немерелердің әңгімесін, көршілердің әңгімесін естиміз деп ойлаймыз енді, Құдай қаласа. Сол деніңіз сау болсын. Бүгінгі ұстаздар ауылына рахмет, бірге жұмыс істеп коллектив болған туысқандарға рахмет. Ағайын туысқа, нағашыларымызға барлық қиыншылықта, қуанышта бірге болып жүреді. Сол бүгінгі тілектердің барлығы періштенің ұлағына шалынсын. Не деп айтарымызды толқып жүректен не айтарымызды білмейік, шыны келгенде. Сол барлық жақсылық тілеймін, мама. Сіз өмірдің барлық жақсылығына лайықсыз мен үшін. Рахмет. Қандай керемет Дәурен ұлдарыңыз. Рахмет, мен аяуланамыз. Ұлаға тұстап жүріп жатыр, Құдай қаласа, иә? Ұлаға математика пәнінің мұғалімі. Қанша сағатыңыз бар? Қанша сағатыңыз бар деп қой. Осы орайда мінекей, әрине ұстаздар жылдың соңына шық істейтін шығарсыз, Құдай қаласа, иә? Бірақ осы орайда мінекей ұлаға ұстаздарымыз аман болсын. Мінекей математика ғылымдарының патшасы дейді. Әрмен қарай енді Дәурендей ұлдарыңыздан кейін осы бәріңіз сөйлеңіздер, келіндеріңізден қайсыңыз? Ақжан ба? Келе қойыңыз, Ақжандай мырзаны да. Бірақ енді сүт кенжесі, Ақжан мырза, ассалаумағалейкум. Ақжан танитындарыңызда бір қошемет білдіріп қойыңыздар. Ақжан келе қайындайын. Ақжан, сен бойдақ па үйленген ба? Бойдақ. Бәсе бастырайын жоқ па жода? Бірақ енді осы орайда мінекей Ақжандай ұлдарыңыздың да бүгінгі аяулы анасының туған күнінде бір ауыз жүрек жарды лебізін тыңдайық. Бүгінгі қуаныштағы да құтты болсын Ақжан. Мама, бүгін пенсия шығуға шыққаныңыз құтты болсын. Осылай бақытты болып жүре беріңіз, денсаулығыңыз құтты болсын. Қасыңыздан сол жымиып, күліп, әрқашан бақытты жүргеніңізді көрсек, біз де бақыттымыз. Еліміз келіп отырған қонақтарына рахмет. Бізден айтатын да сөз жоқ, ағаларымды қозғал. Рахмет, рахмет мінекей, өз көргенде Құдай қаласа. Әрмен қарай біздің енді өздеріміздің мынау Дәурендей ұлдарыңыздың үйіндегі келіншегі Мөлдір ханым, Мөлдір ханым, қош келдіңіз кәнекей. Саламатсыздар ма барлықтарыңызға? Бүгінгі анамыздың зейнетке шығу кешіне келгендеріңізге барлықтарыңызға бас иеміз, рахмет көп. Сізге зейнетке шығуыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Әрқашанда біз үшін жарқырап, өмірде барлық жақсылықты көре беріңіз. Құдай қаласа, балаларыңыз бен немерелеріңіздің қасында күліп ойнап жүріңіз. Меккеге берген жолдамаға аман есен барып қайтыңыз, парызыңызды өтеп, Құдай қаласа. Әрдайым не дейді?
балаларымыз үшін барлығын жасаған ана ретінде көреміз сізді. Біз үшін де осы келін болып түскеніне 14 жыл болыпты. Біз үшін барлығын жасап жүргеніңізге көп рахмет айтамыз сізге. Жаманыңызды жасырып, жақсыңызды асып жүрген ене ретінде, ана ретінде көреміз. Біздің балаларымыз үшін, біздің қуанышымыз үшін әрқашан да деніңіз сау болып, арамызда тек қана қартаймен жүре беріңіз. Құдай қаласа 100 жасаңыз. Балаларымыздың барлығының қуанышын атқарып, немерелеріміздің қуанышын атқарып, барлық жақсылығымызда қасымызда аман сау жүре беріңіз. Сол үшін барлықтарыңызға рахмет айтамыз. Рахмет. Міне, келіндеріңіз осы мөлдірдей келіндеріңізді өзінің жүрек жарды лебізін білдіріп көрдіңіздер мағайын. Өткені біздің Шымкент қаласында бір келін енесінің туған күнімен құттықтау үшін Шымкенттегі сәлем сазды бағдарламасына барыпты. Музыка келтірміз, рахмет. Шымкенттегі сәлем сазды бағдарламасын жүргізетін жігіт таң қалыпты ғой. Ой, бұрмай біз өмірімізде енесінің туған күнімен құттықтап келіп жатқан келінді біз бірінші мәрте көрдік депті. Жарайдан кек қапсыз қой, енеңіздің туған күніне қандай ән бересіз десе, келін айтады дейді. Мейрамбек Беспаевтың көзіңе көрінбесең, көрінбесең деген ән көріп тастайды. Ондайдан Құдай сақтасын ағайын. Әрине, ондайдан Құдай сақтасын. Айналайын мөлдірдей келіндеріңізге рахмет. Меруерттей келіндеріңізде тұр, Досболдың үйіндегі міне осындағы Меруерттей келіндеріңізде осы бүгінгі қуанышымызда Досбол менен Меруерт ат салысып, бүгінгі өнер жұлдыздарын, осы өнерде жүрген ұл-қыздар осы ортамызға алып келіп, бүгінгі қуанышымызда сіздердің құрметтеріңізге қызметтерін жасап жатыр. Ендеше осы Меруерттей қыздарыңызға да бір қошемет білдіріп қойсаңыздар болмас. Міне, ақтылдың ақтығындай ақтықты жанына серік еткен осы Меруерттей келіндеріңіздің де бір ауыз тілегі қабыл болсын кәнекей. Рахмет. Апатай, бүгінгі туған күніңіздің еш жолыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Сізге тек қана бақыт, өмір жасыңыз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын, ата екеуіңіз әдемі қартайып, біздердің қызықшылығымызды көре беріңіздер, немере шөбере сүйе беріңіздер. Алла берсе, алдағы өміріміз тек қана жақсылыққа бола берсін, келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын, әр отбасыға осындай бақыт тілеймін. Жаңа жыл, жаңа бақыт алып келсін. Сізге көп рахмет. Осы уақытқа шейін бізге қолдауыңызды беріп келе жатсыз. Бұйырса сізден шыққан шәкірттер сізден асып, озып, оза берсін дегім келеді. Барлықтарыңызға жұғысты болсын, біз сізді жақсы көреміз. Аман болыңыз. Тек қана сізді қуантып жүре берейік. Сізді жақсы көреміз. Рахмет айналайын осындағы Меруерттей келіндеріңіз. Меруерт ханым, енеңіздің құрметіне иіліп бір сәлем сап қойсаңыз артық болмас керек. Ай, тамаша, Меруерттей келіндеріңізді сәлемді сал десем сала салды. Мөлдірдей келіндеріңіз не жамандық көрдіңді Құдай. Сап қойсаңыз сізде сәлем. Ал аяулы аналарымыз өсіп өргендей беріңіздер, ұл-қыздарыңыздың рахатын көре беріңіздер. Міне, ұстазы мықтының ұстамы мықты деген. Мына енді ұстаз дегеннен шығады. Сәуле апай, сізге ешқандай қатысы жоқ. Өткенде бір о дүниеге бір мұғалім барыпты. Сөйтсе періштелерге сұрапты, ай мұғалім депті, сені жұмаққа жіберейік па, тозаққа жіберейік па десе, мұғалім айтыпты ғой, қайда жіберсең онда жібер, әйтеуір мектепке жібермеш депті ағайын. Солай тұрасынан мектептен шаршамай жүре беріңіздер ұлағат ұстаздарымыз. Ал ендеше мінекей қазақта жақсы сөз бар, атаңнан бота қалғанша атаңнан фото қалсын деген. Бір естелікке фотоға сыр қойсаңыздар болады. Бүгінгі күн ертеңгі естелік. Рахмет Досбол. Не әкелдіңіздер сый-сапатқа? Амир, ол кейбірістер. Рахмет ағайын. Құрметті қағандар мен мырзалар, біз енді әрмен қарай қуанышыны жалғаймыз. Бата менен ел көгерер, жаңбыр менен жер көгерер деп. Әрмен қарай қуанышымызда есігінің алдында төбе болса, ерттеулі тұрған пентең деп. Құрметті ұстаздар, енді қазақта тағы да жақсы сөз бар. Бір көрген біліс, екі көрген таныс, үш көрген туыс деген. Мен ендеше осы қуанышымызда ең әуелі өзімді бір таныстырып өтейін. Осы орайда алдарыңызға шығып бұлбұл құстай сайрап тұрған, осы бүгінгі қуанышымызда асабалы қызметте болатын, алдарыңызда тұрған, осы Досболдай ұлдарыңыздың досы әрі бауырдай болып кеткен, Төле би ауданының тумасы, Албан елінің жігіті алдарыңызда тұрған. Асаба, әнші, актер, режиссер. Құрметті ұстаздар, өзімді айтып отырмын.
Асаба әнші, актер, режиссер, Шымкент қаласында белгілі жүргізуші. Осындай кештерді жүргізуші Асаба Айбол ұлдарымызға да бір қошемет білдіріп құрметті ұстаздар, құрметті ағаларымыз, біз енді мінекей есігінің алдында төбе болса, ертеулі тұрған атпен тең, ауылында ақылды қарт болса, жалғыз тұрған хатпен тең. Бірақ енді қарты бар елдің қазынасы бар деп, мен енді рұқсат болса, әулеттегі үлкендерімізді осы тойдың төріне алдыртып, жүрек жарды лебізіменен бүгінгі қуанышымызды ашып деп жариялап, мен енді алғашқы сөз кезегі мектебіміздің директоры Нұрғиса Мырза бастаған ағамызды ортаға шақырамыз, және де Мықтыбектей атамызды, Сәкен ағайымызды, Аралхандай ағаларымыз, ағайларымыз музыканың аясында осы тойымыздың төріне келіңіздер. Осы жолын жасылпен ағаларымыз, ағаларымыз ортаға келулеріңізді өтініп сұраймыз. Келіп, бүгінгі тойымызды ашық деп жариялап берсеңіздер. Марат аға айтты ма? Келіңіз, Марат аға келіңіз. Келіңіз, Марат аға. Келіңіздер. Енді мынау жігіттер бәріміз келесіңіздер енді құдай қаласа. Бөліп жармайын енді, келіңіздер. Кім бақыт ағай, бәріміз келіңіздер. Кім тағы? Мына екі жігіт келіңіздер, бірінші толдағы жігіттер сіздерді шақырасай. Мынау өздерін шақырайын, екінші тол сіздерді бөліп шақырамыз. Қазір келіңіздер. Ал, мінекей, осы ер азаматтарымыз. Мен енді үлкеніміз рұқсат болса, ең әуелі мінекей Мықтыбек атамнан бастаймыз ба? Мықтыбек ата өзіңіз бастап беріңіз. Әрмен қарай мектебіміздің басшысы өзінің ақ тілегін арнай жатар. Енді оларға ұстаздарымыз назарды осы ағаларымызға бұрып отырыңыздар. Біз енді рұқсат болса, осы Мықтыбек ата бүгінгі қуанышымызды ашық деп жариялап, осы орайда жүрек жарды лебізіңізді білдірсеңіз, қош келдіңіз. Сөз кезегі сізде көпі. Армысыздар, менің коллективім, бәрін аман істедіңдер ма? Мынау ең бірінші ессіз бұлды шығарып салып, жаңа жыл аяқтасқа болсын, келеткен жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Барлықтарыңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Істеп жүрген жұмыстарыңызды абыройлы, ырысты, берекелі, табысты болыңыздар. Енді бүгінгі мынау берекенің себепкері мен Сәуле қарындасым. Шынында қарап отырсақ, өмір деген өзі қызық қой. 64-ші жылы жеңгем Қазгудың юрфағынан Исфаққа ауысатын болып, жерге шыққаннан кейін, мен көкеге шыққаннан кейін Қазгуға алып барған мені. Сол кезде Сәуле 20 жылдық қыз еді. Соны Сәулені маған жаңағы құшағыма беріп, лесенцияға отырғызып қойып, өздері құжаттарды бекіту үшін кетті. Сонда мен Қазгудың бірінші сондай оқу орнының бірінші бар екенін сонда білдім. Соның көтеріп өскеннен кейін қарындасым Алла қуат беріп, денсаулық беріп, бүгін зейнетке жасы шығып отыр. Өте қуаныштымын. Осы уақыттың ішінде оқу бітірді, жұмыс орындарында мінекей әйтеуір Алланың берген абыройдың арқасында мінекей зейнетке шығарып отыр. Барлықтарыңызбен жаңа бара алмай қалдым, оны кешірім сұраймын. Ауылдағы іс-шара бойынша. Біздің Рыбалқ мектебінің коллективі пенсияға шығарып салудың үлкен мастері ғой. Біздің іс-шарамыздан сенден іс-шарада ұзақ қозғалып кеткенін байқап отырмын. Оны да болса қай жебрасын қысқартқан шығар, әйтпесе жаңа жерде тағы ұзақ кетермеді. Мейлі, мынау Сәуле, бүгінгі зейнет жасың құтты болсын, қолың босағаны құтты болсын. Мына әсіресе келіндер қатты қуанып отыр. Бұрын жұмысқа кеттім деп балаларын қарамаушы едім, енді болды деді. Енді адгул жоқ, отпускі жоқ, больничный жоқ, ешқандай не жоқ. Барлық мәселелер барлығы, бірақ есте екеуің шешіп отырасың, бірақ бастығым бар.
мынау денсаулық мықты болсын, зейнетке шыққан құтты болсын. Алла денсаулық берсін, әрқашанда үйінде қуаныш, жақсылық болсын, немере көп болсын. Мына келіндер итеріп тастап, олардың да келіндерінің қолы болса, олар да шетелге шеп қыдырсын. Аңсаған арманды мақсаттарын жесін. Мына енді жолдар өледі ме жаңа? Сертификат беріп отыр ма? Берсе, жолың ақ болып, ниеті орындалып, аман-есен барып қайт. Той қайрықтарға жұмысты болсын. Осындай зейнеткерлікке сіздерді жетіңіздер. Отбасыларыңызда әрқашан достық, қуаныш, жақсылық той болсын. Той болсын. Той Алдына қайырлы күн, құрметті ұстаздар, қонақтар, біріншіден барлықтарыңызды есіңізді қағып келіп отырған жылғы жаңа жылмен шын жүректен құттықтаймын. Әр қазаққа молынан келген, жақсылығымен келген жақсы жыл болсын. Әр қазақтың елінде осындай дүбірлі тойлар бола берсін. Ал Сәуле апай, бүгінгі зейнет жасыңызбен сізді шын жүректен құттықтаймын. Жаңағы мектепте өтілген іс-шарадан байқап бақылап отырсам, сізге айтамын, сіз өте керемет бақытты жансыз. Басынан бастап айтар болсам, сөздің бір қисындарынан байқап қалдым. Жатақханада бірге жатқан әріптестеріңіз дос жүрді екен, группаластарыңыз дос жүрді екен, бір әріптес екенсіз ол деген керемет нәрсе, екінің біріне бұйыра бермейтін нәрсе. Сондықтан сіз бақытты жан екенсіз, жақсы анасыз, жақсы ұстазсыз. Мен өмірде көргенім ұстазын шәкірт іздесе, ол керемет ұстаз ол. Ол керемет нәрсе, кейінгі жастарға, кейінгі буынға мен соны бүгінгі сіздің іс-шараңыздан бүгінгі біздің мектеп тағы да бір керемет бір үлкен сабақ алды деп ойлаймын. Шәкірт ұстазын бекер іздемейді. Ол қазіргі жағдайда, қазіргі мынау түсінікте, мен ойлаймын, қазіргі түсінікте, қазіргі мынау талғамда, бала мен ата-ананың талғамында, ол ұстазын шәкірт құр бекер іздемейді. Сондықтан сіз нағыз ұстазсыз, нағыз жар болған екенсіз, нағыз ана болған екенсіз, нағыз керемет әріптес болған екенсіз мына ұжымда. Сондықтан мен сізді бақытты жан деп білемін. Осы мектепті аяқтаған екенсіз өзіңіз. Өзім бұл мектепке қыркүйектің бір күні келген кезде, өз адамдарды бір қараған кезде, өз жас ерекшелігіне қарай кез келген адам психолог болады өмірде. 5 жасар бала да психолог. Анау адамның қандай жағдайда екенін өзінің деңгейінде біліп тұрады. Сол сияқты менің көзіме жыры шырайлы, жақсы жүрекпен қабылдаған көптеген ұстаздар болып еді. Соның бірі де бірегей өзіңіз болдыңыз. Жақсы сезіммен қабылдадыңыз. Сөйтсем жақсы ана, керемет жаныңыз. 100 жасаңыз, сөйлемей. 100 жасаңыз. Сіздердей ұстаздар көп болсын. Қазіргі қоғамда, қазіргі мектепте сіз сияқты жаңағы соңғы күнге дейін айтады ғой, 45 жыл ұстаз болсаң да 45 минутыңды тастама дейді ғой. Сондай керемет ұстаз екеніңізді байқадым. Біз кейінгі жастар содан үлгі алайық. Бұрынғы ұстаздар мықты деген осы сөзді естіп келдік. Сол бұрынғы ұстаздардың мықтылығына кейінгі жастар соны жаңғыртуымыз керек деп білемін. Зейнет жасыңыз құтты болсын. Рахмет. Құрметті әріптестер, және бүгінгі салтанаттың айқын сәуленің есіне жиналып отырған зейнеткерлік дастарханына қонақтар, ағайындары, туысқандары. Бірінші бөлімі жаңа мектепте бітті, бәріміз куәсі болдық оның. Ал енді бұл екінші бөлімі жалпы сол жердегі мектеп қабырғасында да біраз Сәуле апайымыз туралы біраз өздерінің шын жүректен ниеттерін айтты. Солардың барлығы қабыл болсын. Мен енді жаңа келе жатып Нұрғисаға айтып қойып едім. Мынау активі залда біраз нәрсе айтылмай қалды. Енді қазір мынаяққа барғаннан кейін екінші бөлімде біраз айтамыз деген сияқты еді. Ал құрметті әріптестер, білесеңіздер, бұл Сәулеткүл менің құрдасым. Естай ол да құрдасым. Енді осы мектепті оқыдық, осы мектепті бітірдік, одан педагогика барып оқуға түсіп, Сәуледе сөрде жүрген. Өрде жүргенін қайтейін, бір апштығы жатыр деген, бір калибрда, бір жерде. Сонымен Сәуленің бүткіл рефераты, жазу, газет, мәжет бар менің ойында.
Соны мен де ойлап жүрсем өзім осы сәуле кімге бұйырды екен деген тура кластасыма Естайға бұйырыпты. Міне Естайдың бақыты бар екен. Қош етпай. Бірақ өз бүгін Ақботаға кетіп қалып, онысы дұрыс болмақ деді. Жалпы сәуле сен бақыттанасың. Өйткені мына алтындай жаңағыдай ұлдар қыздар өсірді. Өзің бар өміріңде, бар біліміңде, бар жаңағыдай ең бәрі осы ауылдың, елдің, халықтың балаларын оқытуға арнады. Сондықтан да бұл ұстаздық деген өте үлкен мамандық. Осы мамандықтың егері болдың. Осы 40 жылдың ішінде талай белестерден көріндің. Талай осы мектептің жас келген ұстаздардың өздері сенен тәлім тәрбие алды. Ана күні, ең соңғы күні мен де айттым ба? Сәуле нағып жүрсің дедімді, болды ғой сен. Бүгін келмей-ақ қойсам болсын, жоқ болмайды. Кешіп жатыр мен сабаққа дейді. Міне бұл, яғни мұғалімнің өзінің адами жаңағыдай ұстаздық ретіндегі несі, шын бет бейнесі да. Сондықтан да Сәуле мынау зейнет жасың құтты болсын. Енді Естай екеуің бір жастықта қартайыңдар. Мына өсіріп отқан ұл қыздарының немере, шөбере, немене соларға миың ашып, денсаулықтың арқасында жүре беріңдер. Той құтты болсын. Рахмет. Құрметті әріптестер, құрметті бұл жерде Сәуле апайдың бауырлары, туысқандары, қайнылар келіп отыр, қонақтар келіп отыр. Сәуле апай бағана біраз әңгімелерді айтып қойды енді. Зейнетке шыққан 61 жас зейнет жасыңыз құтты болсын, денің сау болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Немере, шөбере, үлкен дәрежеде құтты болсын. Рахмет. Рахмет, мінеке, қалғамыз осылыға қосамыз ба? Мына ағайларымызға мұны алғыз. Құрметті көкелеріміз, ағаларымыз, өз-өзімізге шапал құрып қояйықшы, бұл мына кісілерді қолдап келгенбіз. Міне, ағаларымызға рахмет. Кеңсі бол. Енді бір сөйлеп кетейінші, жаңа кешіп қалдым, айбеттестер, салмаса. Құрметті Сәуле апай, негізі менің жеңше, мына зейнетке шыққан жасыңыз құтты болсын, немере шөбереңіз көп болсын. Мынау сыйқымдар мектепте мен мероприятияларында билейміз ғой енді бәріміз барған екен. Тек қана мен Нұрбеке жешемді, Гүлнара жешемді шығарсам мен ең мынау сыйқымдар ішінде жеңшемді шығарып барадым. Енді мен кіммен билеймін? Солайым өзі маған. Ұят қой басқа бұласын, ұят қой бір өзімізді. Соғысам жасыңызға жас қоса беріңіз, мына немере шөбереңіз көп болсын. Бақытты болыңыз, көкем екеніңіз. Ағаларымыз мінеке керемет негіз. Көкесі сөйлемесін қосын. Рахмет. Бірақ көкемнің аты кім? Жалғас көкемнің көңіл күйі болмай тұрған сияқты. Жәкеңнің көңіл күйін көтеріп жалғас көке. Ұзарып өссін сақалыңыз, аузыңыздан түспесін мақалыңыз. Жалғас көке, биылдан қалмай жарыңызда жүрсінші, жас тоқалыңызды батсан Бара берді құрметті ағайын, міне осы ағаларымыздың жолын жасын бере берсін, өзі өргендей беріңіздер. Ағайын өткенде біздің ауылда 90-да оқымдап болған Жалғас сияқты атамызбенен апамыз екеуін елдің бәрін жинап алтын той жасапты. Елдің бәрі 90-дағы атамызға шапан жауыпты, апамызға орамал тақыпты. Музыка керек емес, 90-дағы атамыз шапанды кигеннен кейін 20 жасар жігітке ұқсап қапты, шапанды кигеннен кейін. Ертесіне той біткеннен кейін атамыз үстіндегі шапанды шешпейді дейді, апам ұрсыпты. Шалау үстіндегі шапанды шешсей, той бітті ғой десе атамыз шешпейді дейді. Осы шапанды киіп жүрсем, 90-дағы шалғай емес, 20 жасар жігітке ұқсайды екен десе, апам айтыпты ғой, шалау депті. Осы шапанында жатар кезде киіп жатшы депті ғой. Жап-жастан мінеге жүре беріңіз ағаларымыз. Ал бір естелікке суретке түсіріп қояйық, құрметті жігіттер, ағаларымызды, аталарымызды бір музейдің аясында. Үйлеріңіздің бар бөлмесін, сәбиіңді кермесін, олар жүріп қыз қойшы деп, білімге құлаш сермесін, алуаны үйреніп, дәл бассын көңіл пермесін, қысқасы ұрпақтарыңыз мың жасап, жарықтарыңыз сөнбесін. Жайғасыңдар. Алғашқы ас мәзірін мантымыз келді.
Aslında qarаңыздар. Әрмен қарай қуанышымыздан тағы тамаша әнменен осы Асу Белес тобының қыздары мен ұлдары тамаша ән арнайтын болады қазір енді. Келіңіздер ағайын, келіңіздер. Барлығыңыз жайғасып қойыңыздар. Қуанышымыз әрмен қарай біздің қазақтың сұлу қыздары тамаша қылып әндерін арнайтын болады. Қарсы алыңыздар, қабыл алыңыздар. Қыздарымыз қазір ортамызға шығып, тамаша сіздердің құрметтеріңізге арнағанды жөн көріп жатыр. Ал қарсы алыңыздар, қыздарымыз дайын болса, ортаға келіп, тамаша әндеріңізді ұлағат ұстаздарымыздың құрметіне арнасаңыздар. Ай, тамаша құлақтарыңыз әнде, ауыздарыңыз әнде болсын. Той құтты болсын, астарыңыз дәмді болсын. Қазақтың үйлену тойын алсаңыз да, қазақтың сүндет тойын алсаңыз да, осылай бір келкі өтеді екен. Мына орыс халқына қараңыздаршы. Орыс халқының үйлену тойын алсаңыз да, орыс халқының сүндет тойын алсаңыз да. Жоқ, сүндет той деппін ғой. Орыс халқында сүндет той жоқ қалай. Орыс халқында осылай өліп талып өлең айтса не дейді? Браво, браво деп шапалақ ұрады екен, иә? Өзбектерде не дейді?
яшаң деп шабыт ұрады екен. Қазақтарда осындай қыздарымыз өліп талып өлең айтса, анандай алыс жерде отырған бір атамыз жақтырмастан жетіс қапсын деп айтады екен. Ондайда Құдай сақтасын. Әрине осы аналарымыз рахмет, жолын бере берсін. Домбыраның жақсы болуы ағашынан, жігіттің жақсы болуы нағаштан. Қалтаңда бет қарайтын айнаң болсын, әлемді жеті мәрте айналсаң да, нағашылай жан ашыр жан қайдан болсын. Аттарыңызды атамай, түстеріңізді түстемей, нағаштарымызда, осы екінші стол басында отырған нағаштарымызда жеке ортаға шақыртуға рұқсат етіңіздер. Ал нағаштарымыз, келіңіздер, ортамызға шақырамыз. Билетпесеңіздер болады, келіңіздер. Нағаштар барма. Рахмет, билейсіздер ғой. Сізді үйдегілер үстіп билейтініңізді біле ма? Неге айналайын, мына не деген қошеметтеріңіз, рахмет. Үлкеніміз қайсысы? Қайсысыңыздың ақшаңыз көптеу? Мына кісі айманшысы ма? Әлем, қайсысыңыз үлкені? Теңіз. Жігіт сөйлейін ба? Жеңшеңіз ба сіз ба? Қайсыңыз? Теңіз, Әлек, ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Рахмет. Мына бүгін әпкеміздің зейнет жасқа шығып отқан мені тойына келіп отқандарыңызға рахмет бәріңізге. Әпке, зейнет жасыңыз құтты болсын. Деніңізге саулық тілеймін. Өсіп отқан ұлдарыңыздың, қыздарыңыздың қызығын көріңіздер. Кезім екеуміз. Үйлеріңізге тек қана жасық болсын. Енді әркім еңбек еттіңіз ғой 40 жылдай. Енді соның зейнетін көріңіз енді. Оны айтып отыр ғой үлкен ағаларымыз, әпкелеріміз. Сол тілектердің бәрі періштенің құлағына шалынсын. Сіздің үйлеріңізге тек қана қуанышқа келейік. Үйлеріңізге тек қана жасық болып, осындай зейнет жас бізге де бұйырсын. Біз де сіздің артыңыздан еріп, біз де осындай жасықтарға жете берейік. Бәрі таңыңызға рахмет. Дендеріңізге саулық, мына келіп жатқан жаңа жыл бәрі таңыңызға жасық айтамыз. Құрметті көпшілік, мына той құтты болсын, осындай той барлықтарыңызге жұғысты болсын. Барлықтарыңызды де мына келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтап қояйын. Әрбір отбасына бақыт әкелсін, қуаныш әкелсін, жақсылығынан келсін жаңа жыл 2026 жыл. Сәуле мына зейнетке шыққан мерейтойы құтты болсын. Құдай қаласа мынау бейнетіңіз зейнетін көріп, ұзағынан сүйіндірсін. Мына ұлдарының рахатын көріп, Құдай қаласа кенжетайын үйлендіріп, жақсы кісілерге Құдай жекжат болып. Естай екеуі бір жастықта қартайып, немере шөберелері көп болсын. Тек қана жақсылық болсын. Барлықтарыңызге де осындай той жұғысты болсын. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті ұжым, жұрағызбастар әпкемнің және де бауырларымыз. Құда жекжаттар, мына бүгінгі біздің әпкеміздің мерейтойы құтты болсын деймін. Кеше ғана бірге жаңағы балалық шақты өткізіп, әпкем екеуміз, біздің үйдегі Сауле әпкеміз ең үлкеніміз, премьер біздің отбасымызда. Сауле әпше физика, математика, педагогика оқуға түскен кезде әкем мен шешем о дүниеден әкем, бірақ бір мақтап айтқан, міне Саулешка сияқты физматқа түсу керек деп айтқан. Содан біздің Саулешкамыз оқу бітіреді. Мен 85 жылы мектеп бітіремін, сосын мен ойлаймын, почему бы Саулешка физматқа түсіп алады, мен Гүлмира болып мен түсе алмаймын деп. Содан мен де Алматыға барып Каспийге физматқа түсіп келемін ғой. Сонда әкемен қуанып жатыр шын пейілмен, бірақ анашым сенбеді, деді, жоқ Гүлмира болып түсе алмайды дейді да. Енді почему десем айтады, мен алып келді, жоқ мен сендей бірінші курстың қыстық сессиясын зачеткасын әкеп анашыма көрсеткен кезде мама, деп неған, благодарила, құттықтаған. Сол себептен мен де осы рыбалка мектебін түлегімін, мен орыс сыныпта оқыдым. Енді рыбалка деген атының өзі бір керемет қой. Әлім үйші менен сұрайды, қай мектепті бітірдіңіз дейді, рыбалка атындағы жалпы орта мектепті бітірдім дейді. Әлі де рыбалка ма деп айтады. Я говорю, конечно, рыбалка, Иван Игнатович Рыбалка, герой Советского Союза, проживающий в нашем селе
село Балычи деп айтамын. Сол жерде мен мақтанамын, марқаямын. Рыбалка мектебіне сіздерге дендеріңіз сау болсын, шығармасын табыс деймін. Үйсік бір шындардан оқушылардың шәкірттеріңіз көрінемесін дегім келеді. Ал енді ұжымға бағана айтып өттім, рахмет, сонда бір керемет, жаңағы айтты ғой, зейнеткерлердің бір шығару кешінің лидерлері. Я убедилась я. Мен осыдан мықты көкем шығарсам, мен сол кезде марқайып мақтан келем. Енді одан тағы 3 қадам жоғары көтеріпсіздер. Осындай іс-шараға жауапты мамандарға ризамын, рахмет. Ал енді әпкетай сізге бірінші бүгінгі енді действительно жезден екеуіңіз еңбектендіңіздер. Осы 3 бала бір қыз дүниеге әкеліп оқытып, барлығына білім жаңағы несін шынаған оқыттыңыздар. Білім алды балаларыңыз. Жаман емес, келіндеріңіз асып тұрып, жаңағы өздерінің дәрежесінде бәрі де білемін, сыйлайды, үлгілі отбасы, жас болса да жаңа айтып өтті отбектерін. Оның барлығын тәрбиелеп білемін. Енді міне анашым ортада отыр, анашыма алғысын айтамын. Осындай бауырлар, осындай туған туыс болып бізді тәрбиелегеніңізге мама. Ал енді сізге дейтін тек жездем екеуіңіз енді үйде отырмай қыдырып жүресіздер. Бұрын мықты көкем пенсияға шыққан айтқан маған бейбетқа, ой енді мен курорттан курорт, анда-мында кетемін деп. Содан кейін 1-2 айдан кейін көкеммен келсем де, ой немере қарап отырмын деп қояды. Ой, көке, какой немере? Просто айманға сами давайте деп. Сол сияқты, иә, зейнеттің де өзінің бір несі болады, бірақ нервы спокойный, жездем екеуіңіз бақытты ғұмыр кешіңіздер. Болашағыңыз рахатын. Рахмет бір анамызға. Енді әпкемнің алғысы сізге. Сөзіміздің арасындағы проживающие на селе рыбалки деген сөзіміз, орысша сөзіміз. Орысша түсінетін перселерді құлағына шалына берсін. Көрдіңіздер ме? Қандай керемет тілек айтты. Рахмет мына аналарымызға. Және де осы орайда сіздің де тілегіңіз қабыл, мұратыңыз асыл болсын. Әрмен қарай қайсыңыз? Сіз де қайсыңыз? Жеңшеңіз ба? Біреуіңіз сөйлеңіздер, екеуіңіз кім? Қайсыңыз? Саламатсыздар ма, құрметті тойға келген қауым. Барлықтарыңызға рахмет, біздің әпкемізді сыйлап келгендеріңізге Алла разы болсын. Жаңа жыл барлықтарыңызға жаңа табыс алып келсін, жақсылығымен келсін. Әпке, бүгінгі зейнеткерлік жасыңыз құтты болсын. Мына зейнеттің Құдай қаласа рахатын көріңіздер, жездем екеуіңіз бір жаста қартайыңыздар, деніңіз сау болсын. Мынау немерелердің бала-шағаның рахатын көріп, өйстіп жүре беріңіз, қыздай болып. Барлығы айтып отыр, бағана мен Досиктің айтқан сөзіне қосам. Бұрын өзімізде рас апайларымыз кәрі болып көрініп тұршы, қазіргі апайлардың бәрі жас көріне ме деп біздің әпкеміз вообще жап-жас болып тұр, Аллаға шүкір. Жездемнің арқасы деп білемін ол да. Мынау балдарға, келіндерге рахмет, мынау керемет демалысқа, мынау умраға жаңағы не әперіп жатқан. Алла разы болсын балдарға. Осындай тек қана жақсылықта, той-тұрманда басымыз қосылып жүре берсін. Барлықтарыңызға рахмет. Рахмет бірге аналарымыз, ағаларымызға. Енді осылайға қалғанымыз қосыламыз аналарымыз, рұқсат болса, иә? Мінекей, мына жақтағы ұстаздарымызды сөйлейтін ұстаздарымыз бар. Сондықтан осылайға қосылайық. Мына енді Естай көкеміз сіздерге жезде бола ма? Мінекей, Естай жезделеріңіз сіздерге ұнай ма? Өте ұнайды, сабырлы, салмақты, әпкеміздің осындай болып жүрген жездеміздің арқасы. Ұнаса да, ұнамаса да осы. Әрине әз қоймай, сабырлы қойсаңыздар Міне, атың жақсы болса ер жігіттің тұрағы, балаң жақсы болса жанмен тәнің шырағы, қызың жақсы болса жайқалып өскен құрағың, әйелің жақсы болса бірінші иманың, екінші жиғаның, үшінші ырысыңның тұрады дейді. Өткенде біздің ауылда бір ағамыз үйленді. Үйленгеннен кейін ағамыздың келіншегі 20 жылдан кейін семіріп кетіпті. Ағамыз келіншегін айтыпты, жарым депті, сен депті азбайтын болсаң депті, мен сенімен бірге тұрмаймын, ажырасам депті. Семіз әйелі уайымдап, күйеуіменен ажыраспас үшін әйелі бір айдың ішінде азып кетіпті. Күйеуіменен ажыраспас үшін әйелі бір айдың ішінде әдем болып кетіпті. Бір айдың ішінде әйелі сұлу болып кетіп, соңында әйелі басқа біреуге күйеуге тиіп кетіпті ағайын. Сондықтан әйелдеріңіз ар толық болсын, қадірлеп жүріңіздер. Ал естелікке сурет қалайық музыканың аясында. Сый сипаттарыңыз болса, бергенің оралады, тыққаның жоғалақ деген.
қазір қыздарымыз кішкене тұрыңыздар, билейміз, аспаймыз. Мерет ағай, осы ортамызға ұлағат ұстаздарымыз, мынау мектебіміздің мынауында тәрбие жөніндегі, оқу жөніндегі орынбасарлары, жалпы осы сол қанаттағы бірінші стол басындағы ұстаз аналарымыз ортаға келіңіздер кәнекей. Келіңіздер, ұстаздарымыз, билеп. Қайда ұстаздарымыз, Ай, шіркін, ай, не деген би, ужас. Ал мінекей аналарымыз, енді қайсыз, үлкеніміз қайсыз, кеңіздер, оқушы жөніндегі орынбасарлары. Мына апайымыз ба, кеңіз апай. Пенсия ма, кеңіз. Ал, мына кісі бірінші келді осы апайымыз негізі. Бірінші келген осы апай еді, айтасам, апай, қош келдіңіз. Мынау ұстаздарымыз, бүгінгі Сәуле апайдың зейнет жасы құтты болсын. Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар, құрметті қонақтар. Сәуленің бүгін зейнетке шыққаны құтты болсын. Жаным, біздің қатарымызға қосылған қуанып отырмын. Денің сау болсын, шалдар аман болсын, немере көбейе берсін. Естай екеуім бір жастық қартайын деп айтайын десем, Естай постоянно ақылға кетіп қалады. Жоқ. Охотаның товарищым менің де жігітім бар, бірақ мен жігітім культурный үйіне қалып еді, білмеймін, қайға кеткен сендер. Екеу охотаға баратын болса, не раз ада болып шығады, поэтому мен осы қайтып кеттім. Ең бастысы денің сау болсын. Бала шағаның рахатын, қызығын көре бер. Біз құсап, немерелердің алдында, бала шағаның алдында ойлап тұрмыз. Құс жерде орынбасар. Біз мектепте сөйледік, бірге жүрген сенелерге білет, Құрметті қонақтар, саламатсыздар ма? Көргендеріміз бар, көрмегендеріміз бар. Міне бүгін біздің әрі құрдасымыз, әрі замандасымыз, әрі әріптесіміз Сәуле апайымыз біздің қатарымыз қосылып зейнетке шығып жатыр екен. Бүгінгі зейнет жасыңыз құтты болсын, Сәуле апай. Сізге өмірдегі бар жақсылық тілеймін. Құда қаласа мынау зейнетін көріңіз, мынау зейнетіңіз жақсылықтарға жұмсала берсін. Құда қаласа енді ақшам балаңыздың да бір басын екеу қылып, сол қуаныштар отбасыңызды біздерде тойлай берейік. Әр уақытта сыйластығын жата берсін, сіздігіміз жоқ болмасын. Аға екеуіңіз Құда қаласа бақытты ғұмыр кешіңіздер. Барлық жақсылықтарыңыз біздер бөлісіп жүре берейік. Біз сізді жақсы көреміз, сыйлаймыз, құрметтейміз. Замандастар әр уақытта жасай берсін. Сәуле апай, бағана мектепте сөйледік, бірақ дегенмен құрметті бүгінгі осы жиында тойған әріптестер, қонақтар ең бірінші келе жатқан жаңа жылымыз құтты болсын, жақсылығымен келсін, әрбір отбасымызға береке, байлық, ынтымақ, татулық әкелсін. Мынау өмір жасымыз ұзақ болып, тек қана жақсылықты көрейік. Ал Сәуле апай, бүгінгі мынау мектепте сонша сіз туралы жақсы сөз айтылды, жақсы адамсыз. Осындай жақсы адамдар көп болсын, және осы ұжымыңызға, өзіңіздің кафедраңызға жақсы осындай адамдар бола берсін. Сізге қарап бойын түзе берсін, сіздің бүткіл жақсы қасиеттеріңізді осыларға дары берсін. Негізі былай айтады ғой, Америкада кетіп бара жатқан мұғалім жалпы өзі кетсе бүткіл іс тәжірибесін бәрін алып кетеді екен. Бірақ Японияда мұғалім кетіп барса да үлкен мұра қалдырады. Өзінің өдегесін, тәрбиесін әріптестеріне қалдырады. Сол сияқты сізден кейін мынау мектебіміздегі жақсы әдемі бір із қалып, мектебіміз биіктен көріне берсін. Жаңағыдай шәкірттер сізді мақтап, жалпы мектебімізді мақтап, мектебімізге келе берсін. Біз сізді жақсы көреміз, Сәуле апай.
жаңа өмірдің бір кезеңі басталды, әдемі кезең, оның да бір мерекесі бар. Рахмет көрген сөз бергендеріңізге. Құрметті тойға жиналған көпшілік, мына бүгін бәріміз сәулемізді бүгін зейнеткерлердің шығарып салу салтанатты кешінен бастап тойға ұласып жатыр. Нұржамал апай, бақыттана, асылана, асылаже, мына бүгін қызыңызды, тұңғышыңызды зейнеткерлікке шығару тойында аман есен төрт көздеріңіз түгел қыздарыңызбен отырсыз. Әр уақыт осылай көргеніңіз қуаныш болсын. Сіздің өміріңізді басқаларға жұғыс ете берсін Алла. Құрметті ұстаздар, жаңа жыл құтты болсын барлықтарыңызға. Мынау ескі жылды шығарып, жаңа жылды қарсы алып жатқан кезеңде міне Сәуле, құрбым, құрдасым, группаласым деп. Бұл Сәуле физматта екеуміз бірге оқыдық. Сәуле орыс группасында физика жағын, мен қазақ группа, математикадан екеуміз жұмыс істегенде ауысып кеттік. Мен физик, ол математик болып кеттік керісінше. Бұл Сәуле туралы мен ана мақтадағын айтайын. Сәуле асханада істеді. Мен поляда күршікпін. 20-25 килолар тастаймын. Теремайым мақта. Бірінші курста мақта көрмегенбіз, теремай. Поляда Бексейт деген ағай бар ғой, математик. Трактордың прожекторын арқалап жағып қойып, 100 кило тересінде де полядан 5 қыз бұрын мақта термегендер мақта теріп сөйткенбіз. Бармағанмын. Бармадық, көрмедік. Содан Сәуле асханада, бұл да мақта термейді екен. Асханадан пайдасы тигені, ана 7 ноябрьде мереке бастаған болады. Курсант балдар өзбектер не істейді? Дымлама деген тамақ біз көрмегенбіз ғой. Барлығына кішкене береді ғой, енді қанша физматтың барлығы сол жерде. 5 курс. Сәулеге мен 2 рет барып алам ғой, пайдасы жерде. Ауылдың қызы, группалас, бір селекцияда сөйтіп 5 жыл оқыдық. Ана волейбол ойнаймыз, жалғастар қарама-қарсы физкультурный қарсы общежитие, біз оған қарсы маяқтамыз. Осама, не қыласың енді ойнайды? Сөйтіп студент кездеріміз өткен кез, одан кейін келіп осы жерде рыбалкада бірлестеді, бірлеске түстік, Құдайдың өзі жолымызды қайта тоғыстырып, осындай жұмыс істеп, міне үлкен әбермен, үлкен шығармашылықпен, бағаналы барлықтарыңыз айтып жатсыздар. Жақсы еңбекпен, анау үлкен апайлар айтатын баяғыда, әбермен шығар, зейнетке әбермен жетек десен, не әбер дейтін едім, осы екен әбер деген. Құда қаласа сенің жолыңды бізге берсін, міне бұдан екеуміз артынан келе жатырмыз. Барлықтарыңызға осындай той жұғысты болып, денсаулықтың арқасында аман есен ұл қыздың, бала шағаның рахатын, қызығын көріп жүре бер. Бұл қалған қосылайды, де? Кім? Бір өлең айтыңыздар, Қали апай өлең айтсын, кейін тапсырыстар. Рахмет, Қали. Бәріңіз бі? Үшеуміз бір аға. Құрметті ұстаздар, жаңа айтып кетіп бағана көп ұстаздарды көрдік қой, тағы да қайырлы күн деймін. Мұхтар ағай, сізді көргеніне қуаныштымын. Біз сіздердің шәкірттеріңіз, бізді жұмысқа алған біздің кезіндегі мектеп басшысы, біз сізге ризамыз. Әрдайым сәлеміміз түзу, деніңізге саулық тілейміз. Мына тұрғандарды баяғыда мақтаныш жүргізді ғой. Жаңа Нұрбеке, Әлия, Хадиша менің педагогтарым деп. Сол педагогтарыңыз міне бүгін зейнетке шығып, Сәуленің қатарына алып жатыр. Тағы да мерекелеріңізбен құттықтаймын, айтайын деген Сәуле. Жаңа да жақсы сөздер айтылды ғой. Енді сен жалпы мынау Пифагордың теоремасын, басқалардың бәрін үйреттің ғой енді. Енді мына немерелеріңе сен бақыттың формуласын үйретті. Тәрбиенің формуласы, әдептіліктің формуласы, әже деген статусқа ие болу ғой. Сол әже қандай болу керек? Қазақы әже қандай болу керек? Әдейін бесікті тербеткен, әдейін білетін, балаларына, немерелеріне, ертегілерді үйрететін әже болады деп сенемін саған. Бірақ тілек, ол немерелерің арифметикалық прогрессия мен геометриялық прогрессия бойынша көбейе берсін, бақыт тілеймін. Мына саған кішкене сыйлығымызды тапсыруға рұқсат етті. Замандастардың атынан, өзіміздің атынан. Замандастардың атынан сізге үлкен алтын бриллиант. Ой, рахмет саған. Замандастардың атынан ән айтамыз. Сәуленің енді бұдан кейінгі барлық қызықшылығына куә болып жүре дейік.
куә болып, мен өзім жақсы көретін ән бір жағын айтамын. Көзімді жұмсам да көрем сені, еседі арнаның қоңыр желі, куә болады бақытыма, куә бол көктерек көлеңкелі, куә бол жұлдыз, куә бол айым, куә бол алатауым, куә бол жұлдыз, куә бол айым, куә бол алатауым. Құрбым бала кезімнен бақыт көрушем, қара көзіңнен кеттің ұмытып, мәңгі ұмыттым, жібіңіздің ғой нәзік үміттің. Нәзік үміттің жүріп үзбе сәулем. Мына жерде Нұржан Алпай сізді көріп, ағайды көріп бәріне қуанып тұрмыз. Осындай жақсы күндерде, қуанышты күндерде осында отырған барлық жаңағымыз әрқашан кездесе берейік. Сол үшін бір ән айтып жіберейік. Шынайы жүздерменен, ең жақсы сөздерменен, жарқырап күліп тұрған жайнаған көздерменен, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Сағынған жүрекменен, ең жақсы тілекменен, құшақтап қатты қасып, ең жақсы ниетменен, кездескен қандай жақсы, кездескен қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Амандық болсын десін, құшақтар толсын десін, бақ қонып басымызға, бақ дәулет қонсын десін, бар болған қандай жақсы, бар болған қандай жақсы, бар болған қандай жақсы. Кездесу себеп болып, тойдың мәңгілік болып, кездескен қандай жақсы, Сәуле апай себеп болып, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Рахмет апайымыз. Міне, не деген дауыс қоямын. Міне, аман болыңыздар. Ал, енді есерке суретке түсіп алайық. Бірақ есерке. Так, аман болыңыздар. Ал есерке суретке түсіңіздер, бір тамаша бименен ордан жалғаймыз. Жұғынан екі би. Ордада. Аралығына айын әні бар? Ал, тәркеңіз. Аралығына айын ортаға шығасыз ба? Әді сөйгілді айда көресіз ба? Келіңіз, келіңіз орда. Болмасын сөйге апайын микрофонды. Ал, құрмет ұстаздар, міне ағаларымыз. Көп орнаңыз. Құрметті әріптестер, мынау Абылайдың асында шаппағанда атаның басына шабасын дейді. Соны айтпақшы кешелі бір Сәуленің осы мерейтойында бір өлең айтамын деп әлі қоймай жатырмын, айтпай қоймай. Сондықтан енді бір өзім айтпай-ақ қояйын дегенім. Бәріміз білетін бір ән болса, соны айттым. Қалай қарайсыздар? Ал, кән. Жоқ, атын айтсаңыздар сіздер. Артын жағасында айтамыз ба? Мен қасыма қосылатын кім бар? Шайхан ағай. Қыздар, қыз күнде бәрін айтып жүр. Қазір қартайып біраз есін шығып кетті. Сондықтан білетінімізді айта берейік те. Бола беру. Арыстың жағасыма Шәмшінің әні ғой, ал.
1, 2, 3 бастап. Өзіңнен арыстым, бойымда таныстым, жайнаған гүлдей формың сен, жағада тұрдың сен. Сәлембай ортаға. Жаз сені күнде, қайдасың бұл күнде, сені іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сені іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Кетемін осылай, әніміз қосылмай, аяулы таңым сен едің, өсіргеп келемін. Жас күнде, қайдасың бұл күнде, сені іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сені іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Жаңағы бақыт деген ағайымыз сиқымнан ешкім қалмайтын болып кіммен билейін деп жатыр. Қазір шамшының біреулерін тағайтайып бақыт билеп қалсын. Қайсылар рапсыздар? Жеңгелердің алдында еркелеп берешін. Ал шамшының әнінің өлеңдерінің бәрі вальс қой. Соның біреуін айтайын. Қайсыздар? Сағатын алдаға шығардайтын. Айтпас салшы да білемін. Аңсағам аңым сияқтанып айтуыр келеді қияқтанып жол жағал қараймын сен жоқсың арайлым кешікпей күндерің мен тұрмын елеңдермен жол жақта қараймын сен жоқсың арайлым кешікпей келемдерің мен тұрмын елеңдермен. Рахмет, қазір билейсіздер. Енді математиктер ма? Өзіңді математиктер еді? Өзіңді итиямонды білемін негізі. Келіңіздер осы аналарымызды шақырайық, одан кейін ағайындар қауымы сіздердің бірауыз тілек тыңдап, одан кейін антрақты бимен ортаны жаңғаймыз. Музыканың аясында ортаға билетіңіздер. Мінекей. Рахмет, не деген бейін аяу, ужас. Жұмыста да осылай істесеңіздер қош екен? Әрине. Рахмет, мінекей, қандай керемес. Енді бәрін сөйлемесеңіздер, екі сөйлеміз сөйлеп, қалғанымыз қосылайық, мінекей ағайындар сөйлейді, мінекей антрақты билейміз. Қайсыңыз үлкен? Айны көп төсіз ба? Сіз бастаңыз. Қайры келіңіздер. Құрметті қауым, бүгін біздің Сәуле ұстазымыздың зейнетке шығып жатқан мерекесі құтты болсын. Осы біздің кафедрада жұмыс істеп келе жатыр. Бірнеше жылдан бері бұл математика деген анау айтады ғой, Омар Хайямның өзі айтады, адамның ішінде сөйлей алмай жатқан сөзін түсінетін пән ол осы математика пәні деп айтады. Негізі математикадан бәрі шығады, ақын да, жазушы да, ғалым да, барлығы. Өйткені ғылымдардың патшасы
бұны игерген ұстаз барлық пәнді игере алады, өйткені білімнің патшасы болып саналады. Сондықтан осы мектебіміздің біліміміздің патшасы болып келген Сәуле апайымызға үлкен алғысымызды айтамыз. Осы мектепке үлкен еңбегі сіңген. Біз үш бірлестік: информатика, физика, математика. Өмірдің өзі математикадан құралған, формуладан құралған, физиканың өзі табиғатпен байланысты, математиканың өзі табиғатпен. Информатика деген цифрлық даму қазір қолға алынып жатқан өте керемет пәнде жұмыс істейміз деп біз мақтан тұтатынбыз, әлі де тұтамыз. Сондықтан Сәуле апайымызға осы бейнеттің зейнетін көріңіз, жақсы қартайыңыз, қыдырыңыз, демалыңыз, бала-шағаңыздың ортасында аман есен үлкен сары тісті, ақ шашты әже бола беріңіз. Рахмет апай, ардағыра жігіттеріміз кәнекей. Қайырлы күн баршаңызға. Ал Сәуле әпке, бүгінгі мынау зейнет жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Құдай қаласа мынау бейнеттің зейнетін көріп, мына бала өсіріп отырған ұл қыздарыңыздың арқасында ел аралап, дем алып, жездеріне келіңіз. Бір жастықта қартая беріңіздер, солардың қызықшылығын көріңіздер. Әрқашан бақыттың базарында, Алланың назарында болып, ойнап, күліп жүре беріңіздер. Құрметті жиналған қауым, құрметті ұстаздар, мына келіп жатқан жаңа жылыңыз құтты болсын, жақсылығымен келсін. Ал енді біз апайдан әпкеге көшеміз. Сәуле әпке, мынау қарап отырсақ, біз табиғаттану пәнін Нұржамал апайымыздан, яғни Нұржамал апамыздан тәлім алғанбыз. Табиғаттану деген пәннен берген бізге. Енді қарап отырсақ, бізде алгебра, геометрия, Сәуле апайымыз бізге сабақ берді. Енді бұл кісімен де әріптес болып, қазір әпкемізді зейнеттік жасқа шығарып отырған жайымыз бар. Сәуле әпке, мынау ізгі жолымыз барлығыңызға да үлгі болады. Мынау бейнеттің зейнетін көре беріңіз. Не дейміз мынау? Әрдайым жақсылық тілейміз, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Мынау үбірлі-шүбірлі, немере шөбірлеріңіздің ортасында күліп жайнап, мынандай төрде ардагер ұстазымыз болып келіп отырыңыз әрдайым. Құрметті әріптестер, сіздерді көргенімде қуаныштымын. Құрметті көріп жатқан апайлар, жаңа жылдарыңызбен Сәуле апай сізге әлемдегі бар жақсылық тілеймін, бізге жақсы болсын. Сізға. Сен туған күн мерекеміз, ән бастайық келекеміз, ұмытпа бізді Сәуле апай. Есте қалсын мәңгі бұл күн, ұмытпа бізді Сәуле апай. Есте қалсын мәңгі бұл күн. Рахмет. Қарғанымызды қосылай, иә? Рахмет ұстар. Есерке суретке түсіп алайық, мәнген қандай керемет, мінекі не деген дауыс. Жестаңдай күміс көмей, тамағын келе беріңіздер. Қуанышпен қайғымды бөлісетін ағайын, өле қалсаң жабылып көметінде ағайын, азғындасаң тіл алмай жөндейтінде ағайын, ағайыннан ажырап қайда бар болайын. Отаға келіңіздер. Келіңіздер, ағайындар келіңіздер. Енді бәрі сөйлемесеңіздерді ершуіңіз сөйлеп, әрмен қарай билей қалғаныңыз. Қыстап. Ал балықшы, тұрғызлары, ұстаздар, мәбейміз келгеніміз, зейнет кешіктен тойына келгендеріміз құтты болсын. Барлықтарыңызда осындай жақсылық болсын. Жаңа мектепте де айтып жатыр ғой. Мен де айтар едім, біздің Сәуленің бойына бар етауын жаттауға болады деп. Етауын дегеніміз барлықтарымыз сол затқа қарап, сол кісінің жаңағыдай алғашқы бейнесі болды. Ол кісіні жаңа көрдіңіздер, ұстаз бейнесін, ұстаз етауын, оқушылары жаңа артынан келген шәкірттері келіп құттықтап жатыр. Мынау әріптес етауын, әріптес екенді көріп отырсыздар, қандай құтып алып жатыр, қандай сыйлы екенін көріп жатыр. Ағайын етауын, одан кейін жеңге етауын қандай бізге мына Сәуле жеңгеміз
қазір біздің жеңге эталонымыз. Біздің алдымызда Түркістан шешендеріміз бұндай эталондар бар. Олар қазір кетті, қазір соның орнын басып Сәуле жеңгеміз бар. Біздің үйде қандай қуаныш болсын, ағайынның арасында қандай қуаныш болсын, сол жерде Сәуле жеңгеміздің жаңағы мектепке қай уақытта баратын, мектепте қай уақытта сабақ беретін білмейміз, бірақ сол жерде түні болсын, күні болсын соның арамызда жүреді. Бізге тәрбие, мынау артынан ерген абысындарына тәрбие. Ағайынның эталоны десеңіз, ағайындарды қай жерде көрсеңдер Сәуле сол жерде жүреді. Рахмет мына Сәуле жеңгемізге. Осы Сәуле бізге қарап ой түзейік, артынан ерген мына бала шағасы, жаңа балдарында көріп жатсыздар, биязы, 3 енім бар, 3 енім қандай биязы. Қызды көрсең, қыздың қасында қойсаң, кім екенін ажырата-алмайсың. Естай қатқан ғой? Ау? Естай қатқан Иә, ағамдан жерде ұялып кіре алмай жүр бұл жерге. Одан кейін тағы да бір айтып жаңағы директор кетіп қалыпты, білмеймін не үшін не қылғанын. Мен мынау неде Сайрамда 2 жылдай осы білім бөлімін басқардым. Сол кездерде директорларға тапсырма беретінмін. Мектептің жаңағыдай осындай ұстаздары пенсияға шықса, неге дейін ұстаңдар. Жылдың аяғына дейін ұстаңдар, өйткені олардың алатындарын өте көп деп. Бұл кісілердің алатындарын өте көп. Қазір мынау білмеймін, мынау жаңағы солтүстік жақтарда көріп жүрмін, сол жерлерде мектепке мұғалім таппайды. Бізде енді мұғалім бұл жақ тапшы, бізде керек өтеміз, сондай шығар, одан кейін шығар. Әйтпесем бұл кісілердің үйреніп қалатынымыз өте көп. Бұл кісілерді жаңағыдай оңал наставник беріп сөйтіп ұстап жаңағы неден шығару керек та бұндай кісілерді. Кеше Досжанмен сөйлескенде Досжан да айтып жатыр маған. Аға дейді, иә түсінемін дейді, бұл кісілерді ұстауға болады, бірақ артынан біреуін алып қалса қазір барлықтары қазір өсіп кетеді ғой дейді, барлықтарына қазір не дейді, бір-бірінің артын қазір аңдып жүрген адам дейді, ертең неге ол кісіні қалдырдыңдар, неге біз қалдырмаңдар сондай әңгімелерді қылмаңыз дейді. Сондықтан бұл кісілерден тәрбие алайық, мынау отыр ғой жаңағы бағана айттым ғой біздің эталондарымызда. Мынау Айша апайымыз бар, Нұртбек көкем бар, одан кейін Зерахан апайларымыз бар, Баршын апайларымыз бар, бізге ол кісілер эталон болған. Мына кісілер сіздердің эталондарыңыз болсын, сіздер де сондай эталон бола беріңіздер, Құда қаласа. Тек қана біздің балықшымыз көркейе берсін, өсе берсін. Мектептің ішінде сыртында көрдім сәт-сәт тозы тұрақты мектеп, кафедрері, жаңағы сырттары, соларға атсалысып, соған осы ауылдан шыққан бәрі түлектерміз ғой. Соған атсалысып, біреудің сметасын істеп берейік, біреудің нәрсесін істеп берейік. Мен бірінші қанша жыл болды, мен мектеп бітірген келмеген мектепке. Одан кейін жаңағы мектептің ішіне сәл көңілім түсіп кетті, жаңағы мектептің директоры. Кім? Біз келе алмадық, біз аяқта дайындалғанбыз, оқушылар кетіп біз келе алмадық. Шымкентте дайындалдық. Енді биыл 40 жылдық сол жерге келгенде көрерміз деп отырмыз. Мына жаңағы директорге жағына келген басшы сол жүгіріп мектепті жаңағы гүлдендірсе өйткені бағана да айттым, біздің мынау ауылдың мектептері қаланың мектебінен білімі өте жоғары. Білмеймін неге екенін. Оқығанда да көреміз, баста да көреміз, орыстарды да көріп, Алматының өзінде орыстарды көріп, солар есептерді бізден көріп жүреді. Өтірік емес. Сондықтан біздің ауылдың білімі өте жоғары. Сол білімді осы Сәуле апайымыз жаңағыдай үйреткен білімді сіздер ары қарай жалғастырыңыздар. Ауылдың аты шыға берсін, Құда қаласа. Той болсын, жақсылық болсын ауылымызда. Құрметті әріптестер, мына жерге жиналған құда-құдағилар, туысқанды бауырлар, мына ең бірінші есік қағып келе жатқан жаңа жылқы жылымыз құтты болсын. Ескі жылға өкпеміз жоқ, ескі жыл есіркеп жаңа жылда жарылқай берсін. Мына Сәуле жеңгеміздің бүгінгі мына зейнет жасы құтты болсын. Енді айбекпеңіздер Сәуле дегеніме, өйткені келін болып түскен кезде мен деше деген кезімде деше деп айтпа деген. Сонымен Сәуле болып кетті. Сонымен деше дейінеміз бүгін. Зейнетке шықтым ғой, Құда қаласа. Деніңіз сау болсын, ағам екеуміз бақытты болыңыз, мына өсіп отырған ұл қыздардың, немерелердің қызығын көріңіздер. Осындай зейнет жасы бәрімізге жұғысты болсын. Аспанымыз ашық, заманымыз тыныш, еш уақытта орнымыз жоғалмасын, бауырымыз бүтін болсын. Тек қана жақсылықтар болсын, қуаныштар болсын, немерелер көбейе берсін, Құда қаласа соларды бағып, шаршамай, шалтықпай ағам екеуміз бақытты болып ғұмыр кешіріңіздер. Жиналған көпшілік, бүгін біздің абысынымыздың зейнет жасын бәріміз ортақтасып жатқандарына көп рахмет айтамын. Құдағи, Нұртбек көке, ұстаздар, ұжым, мен негізі құттыққа жиямын. Сондықтан ешқандай жатсам жоқ қой. Осы баршаларыңызға жұғысты болсын, бәрімізге жұғысты болсын. Өсіп әбілмен
зейнетке шығу құда қаласа біздің 4 қыздан кейін қайнағамыз 4 қыздан кейін Құдайдан сұраған бала деп еркелетіп мынау сәл еркелеп кетіп қалды. Айбеттеңіздер құда қаласа. Құдайдан сұраған бала деп мына абысынымыз да енемдер аман болсын деп еркелетіп көптеп көмектеп мына осы күнге жеттік. Аллаға шүкір. Енді құда қаласа мынау қайындарымыз келіндеріміз аман болып, осылардың қызығына тоймай, абысынымыз орталарында жүре берсін, жақсылық тойлар бола берсін. Осы әулетке тек тойға жақсылыққа келгендер еді, қайнағамыз екеуі бақытты ғұмыр кешіп, әдемі болып ортамызда жүре берсін, бас ие болып. Рахмет. Сіз сөйлейсіз ба? Келіңіз. Ұстаздар қауымы, мектеп басшылары, ұжым, Нұржамал апай дүйсенбінің төркіндері, барлықтарыңызды келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Сіздерге отбасыларыңызға амандық, зор денсаулық, бақыт тілеймін. Сіздерге көп рахмет. Осылай дүйсеніміздің жаңағы қуанышына атсалысып жатқандарыңызға, құрмет көрсетіп жатқандарыңызға, еңбектеріңізге барлығына көп рахметімізді айтамыз. Дүйсе бүгінгі зейнетке шыққан қуанышыңыз, тойыңыз құтты болсын, еңбегіңіз жансын, еңбегіңіздің жанғаны еленгені осы шығар. Деніңіз сау болсын, бала шағаңыз, немерелеріңіз барлығы аман болсын. Енді ешқашан біз үшін әлі жассыз, ешқашан қартаймаңыз, өмір жасыңыз ұзақ болсын, ортамызда ойнап күліп, барлығымызға үлгі болып, осылай аман есен жүре беріңіз. Сізге сыйлығыңызды табыстауға рұқсат етіңіз, жылы жүріңіз деп пальто алдым. Айтамыз, рахмет. Мінекей, пальто. Мінекей, сіздің құрметіңізге. Ағайындардың атынан. Мінекей, қанша қалдыңыздар? Қанша қалдыңыздар? Мінекей, бұйыра берсін мінекей. Пальто. Сәуле анамыздың құрметіне. Шапанымыз бар. Мінекей, тамаша, өз көрметтіңіздер. Міне, материал тазасын атты ғой, тазасы. Тазасы екен ғой? Турция, иә. Кәлге, мінекей құтты болсын. Естелікке суретке түсіп алыңыздар аяуланамызды. Мінекей, қандай керемет. Сәуле анамыздың көңіл күйі болмай тұр еді. Пальтоны киіп, көңіл күйі көтеріп қалды. Ал ортаға тұрыңыз кәлгей. Естелікке суретке түсіп алайық. Сәуле анамыз. Мінекей. Рахмет. Орамалды кім тақты? Сіз бі? Іліпті қызапсыз қой жайын мұсады. Қарсы алыңыздар.
Thank you.